Сәлем достар, сіздермен бірге денсаулық арнасы. Бүгін сіздерге алоэның емдік қасиеттерін айтатын боламын. Алоэ адамдар дәрілік мақсатта қолдана бастаған алғашқы өсімдік. Қазіргі заманның дамығанына қарамастан, оның танымалдылығы өте жоғары болып отыр. Әсіресе медицина және косметология саласында алоэ шырыны жоғары сұранысқа ие. Алоэ шырынының құрамында биологиялық белсенді қоспалардың, микроэлементтердің және әртүрлі дәрумендердің көп болуына байланысты, бұл шырынның адам ағзасына пайдасы өте мол. Ол ас қорыту бездерінің секрециясын жақсартады. Гастрит, созылмалы колит, энтероколит, гастроэнтерит және ас қорыту жүйесіне байланысты басқа да көптеген аурулардың жағдайын жақсартады. Алоэ шырыны ағзаның қорғанысын қалпына келтіріп, жалпы әл-ауқатын жақсартады. Ас қорытуды қалыпқа келтіріп, қышқыл рефлюкс симптомдарын жоюға көмектеседі. Көптеген тері аурулары кезінде жазылуы қиын жараларға, ойық жараларды емдеуге алоэ шырыны қолданылады. Ол үшін алоэ шырыны мен балды тең мөлшерде алып, оған бір ас қасық спирт қосып араластырамыз. Бұл қоспаны стерилді таңғыштар астында күніне 2 рет зардап шеккен аймаққа қолдану керек. Осы емді күніне 2 рет жасау ұсынылады. Алоэ шырыны дерматит, күйіктер, трофикалық ойықтар, экземаға қарсы жақсы әсер етеді. Жаңағы дайындалған қоспаны тоңазытқышта сақтау қажет. Алоэ шырынымен бронх демікпесін және дизентерияны емдеуге болады. Осы аурулардан құтылу үшін жарты шай қасық бал және тең мөлшерде сүт пен алоэ шырынын қосып, тамақтанудан жарты сағат алдын ішу керек. Бұл дәріні күніне 3 рет және 3 апта қабылдау қажет. Содан соң 14 күн демалып, емді қайталауға болады. Иммундық жүйені нығайту үшін жаңа сығылған 150 грамм алоэ шырынына 300 грамм қызыл шарап және 1 стақан бал қосып жақсылап араластырамыз. Қоспаны 1 апта тоңазытқышта сақтау керек. Содан соң тамақтанудан алдын күніне 3 рет 1 ас қасықтан қолдану керек. Шаштың түсуінен сақтану үшін алоэ шырыны мен балды араластырып, оған туралған сарымсақ қосамыз. Осы қоспаны зақымданған шашқа жағып 15 минут ұстау керек. Алоэның шырыны косметологияда кеңінен қолданылады. Бұл өсімдік көптеген ғасырлар бойы Қытайда, Жапонияда, Үндістанда, Грецияда, Египетте кеңінен қолданылған. Египеттің 2 патшайымы Клеопатра мен Нефертити теріні жұмсақ ұстау үшін осы алоэны қолданған екен. Терімізді ылғалдандыру үшін біз кремдер мен арнайы сары сулар қолданамыз. Тіпті теріге арналған жоғары сапалы косметика терінің қабаттарына терең еніп, оларға пайдалы заттар мен дәруменді жеткізе алмайды. Өсімдіктің құрамындағы ферменттер мен лигнин сияқты зат бар болғандықтан ол теріге терең сіңіп, 4 есе жылдам сіңеді. Алоэ шырыны теріні жасартады, ылғалдандырады және ұзақ уақыт бойы сақтайды. Алоэ микробтарды өлтіруге қабілетті, безеулерге қарсы керемет әсер етеді. Алоэ шырыны табиғи антиоксидант болып табылады. Достар, бүгін сіздер алоэ жайлы ақпарат білдіңіздер. Егер де осы видео ұнаса, лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер, және де арнамда алда шығатын қызықты әрі пайдалы видеоларымды жіберіп алмас үшін тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.